Ассалаумалейкум достар. Маловодный мал базарына келдік. Бүгін мамыр айының 28-і. Қазір жылқы қатарын бірінші түсіріп беремін. Соңына дейін көріңіздер, қызықты болады. Мына тайлардан бастайық. Сейеміз байланған 1,5 жасар тайлар. Ойнақтап тұр, көріңіздер. Сейеміздің 320 мыңнан сұрап жатыр. Келісеміз дейді. 300-ге нақ есептеп берсең берем дейді. 4 бас бар екен. Демірі, денелі, бәрі торы, бір үйір жылқы, құлынды биелер сатылады екен. Үшінші тума көбінесе 600 мыңнан кемі бар. Мінекей осындай денелер. Көрсетшейін сәл алыстан. Екі еркек тай, біреусі мыңғы даже 220 мыңнан сұрап жатыр. Келісеміз дейді. Жирен. Еркек тай 230 мың. Ар жағында бұрыл құнан тұр. Оған 300 мың сұрап тұр. Қазір көрсетіп жіберейін денесін. Опа. Атака. Мінекей осыған 300 мың сұрап тұр. Құлынды бие, орташа бойлы. 620 сұрап жатыр. Ар жағында көктай, ұрғашы екен 280. Мұна тағы да еркек тай бар екен, сәл арырақ. Оған да 280 мың сұрап жатыр. 12 жасар Ахалтекинский айғыр 1,600,000 сұрап тұр. Номерін алып беретінен, бірақ жасы кеп қапты. Алуға не стоит екен. Бірақ күші бар әлі. Еркек тайға сауда қылды қазір 230 берді. Сатылған сияқты көрінеді. 230 мыңға. Сәл арықтап. Торыға 250 сұрап тұр. Тор тайға. Өзіміздің қазақи құлынды бие 580 мың. Мына биелер сатылды. Құлынды биелер асаулау екен, бірақ 600 мыңнан сатылды. Сәл ірілеу. Асау биелер 600 мыңға кетті. Ұрғашы тай 300 мың. Дистрофик тай 220 мың. Екі еркек тай 260 мыңнан. Құлыны бөлек екен, қараңыздар. Здоровый. Бірінші тума биенің баласы, оған 560 мың сұрап жатыр. Құлынды биеге. Бірінші тума 560 мың. Біраз қорадағы малды көрсетейік. Мына тайлар данчак деп қояды өзінше. 220 мыңнан сұрап жатыр. Жүндері қырқылған 220 мыңнан. Мына тайларда жалдары қырқылған 210 мыңнан сұрап жатыр. 1 жасқа толған дейді. 1 жасқа толған тайлар 210 мыңнан. Асау бірақ қорадағылар. Үрлеу тайлар екен, 235-ке нақ сатылады. Екеуі бірдей. Мына қазақи дистрофик сәл арықтау айғыр екен, 600 мың сұрап жатыр. 600 мың, 235 мың. 2 жасар құнан жалы қырқылған қанша сұралады? 800 мың, мыңғы жуас. Қай жеткі? Бәйдібек. Айта беріңіз номеріңізді. 77 932 5913. Жақсы бағасы да құнанға сай енді. Хабарласыңыз. Бағана қорадағылай тайлар, бірақ бұлар арықтау тағы 270 мың сұрап жатыр. Аналарға 210 мың сұрап жатқан. Еркек тай кішірек, бірақ болады енді күзге дейін. Ұстасаңыз 230 мың сұрап жатыр. Мына Апачи байтал 300 мың. Саудасы бар бәрінің. Екі бие 580 мыңға сатылған құлынды биелер. Құлындары ірі. Асау ма десем жоқ, қолға жуас, ноқта жуастарды. 580 мыңға сатылған екеу. 6 жасар қазақи айғыр 800 мың сұрап жатыр. Энергичный, здоровый негізі. Бірақ бойы пәстеусі. Жасар айғыр қарагер. Номер аты Сайгүлік. Бағасы? Бағасы өте әдемі екен. Бойы 165-те шоқ бар, ойнақтап тұр. Базардың көркі болып тұр. Номеріңізді айта беріңіз? 8700 536 88 99. Қай жердікі? Осы Бәйдібек ауылының. Осы местный екен. Тұяғы сау дейді, ұнады маған. Әке-шешесі де тазақан, 1 жасар тай. Құнанның бойы бар, денесі жарасқан, Бағасы 400 мың. Осы местный Бәйдібекті бейдікі. Номеріңізді айта беріңіз, аға? 747 187
46-43 болды, рахмет. Мына екі еркек тайлар жақсы екен. 220 берсең сатылады. Мынау малға мінуге күшті екен. 600 мың, 3 жасар. Дөнен. Бірақ ірі да жуас, жуан. Тағы да бір дөнен таптым, бірақ жіңішкелеу да, спичкалау. Бұған 500 мың сұрап тұр, бұл да мінілген. Дөнен 3 жасар. Салыстырып көріңіз бағанағы дөненмен, 600 мыңдықпен. Тяжеловоз құсайды, жуан. Кеудесін қараңыз андай. 700 мың сұрап отыр екен, бірақ егесі жоқ қасында. Сізде ме, брат? Қанша сұрап отырсың? 800 мың сұрап отыр екен. Жасы? 12 жасар жасы келіп қалыпты. Телефон айтасың ба, ютубқа? Айта бер, любой. 777 741 4372. Рахмет, анаттайыншы. Тай бұл мінілген 235. Болды, рахмет. Жұрға құнан ба? Иә, құнан. 600 мың деріңе? Иә, 600 мың. Бұл қай жердің малы сонда үшеуді? Бұл Казаткомдықна екеуі. Казатком. Казатком деген қай жер? Төменде. Бұл үшеуінде де бір номер хабарлассаңыз болады. Бүгін мал базарда жылқы аз негізі. Тай, кейбір құнан дөнелерді түсіріп бердік, биелерді, құлынды биелерді, айғырларды қолымыз келгенше. Қазір ірі қараға қойға өтеміз. Давайте до конца қой көріңіздер. Ұнаса бірден лайк. Рахмет. Давай, секір. Құба. 500 мыңдық бұқа, 500 мыңға сұрап жатыр. Семіз байланған бұқа 300 мың дейді. Бір жастан асқан уже. Саудасы бар. Молочный порода гаштинская. Сүтті болып келеді сиырлар. 700 мың сұрап жатыр, 2 жасар бұқа. Сиырларға жақсы екен дейді, ұрыққа. Қазір номерін алып берем. Айта бер, брат, номерін. Номер 8 777 297 77 87 қай жердікі? Ашылы. Ашыбұлақ. Все, рахмет. Банкада сеп-семіз. Көріңіздер ме қандай? Шіреніп тұр ғой, ойнақтап. 400 мыңнан сұрап тұр. Бағанағы мына гаштинский бұқамен салыстырыңыздар. Бұлар да 2 жасарлар. Бой бар екен. Бұлар тағы да сүтті келеді. Бұл енді таза етке. Сүтілер диван, ангус бұқалар 350-ден сұрап жатыр. 3 бас бар екен. Бір 200 килодан асатына сойсаңыздар. Тоқал бәрі. Алатауский порода бұзаулар 1 айлықтар. 115 мыңнан дейді. Еркек бұзаулар. Сауын бұзаулы сиырлар 400 мыңнан сұрап жатыр. Мына 5 сиыр, 5 бұзау оң жағында. Бөлек алсаң, мына сиыр 260, бұзаулар 160 мыңнан. Сауын 3-4 туған сиырлар. Бордақ сиыр 320 мыңға алынды. 320 мың. 3 еркек бұзау енді идеальный бұзаулар. 80 мыңнан сатылды. Мына кісі алды. Қазір алмасы өзім алатынем. Мощный үшеуде. Қазір ары қарай сатылуға кетеді ау. Өткен базарда Талдықорғанда сатылмаған бұқа 800 мың дейді. Мойныңызын көріңіз қандай? Лестница. Бұқа ірі енді бір машина. 800 мың теңге. 3 бұқа 320 мыңнан. Кішірек бұқа 240 мың. 240. 6-7 айлық бұқа бұзау 180 мың сұрап тұр. 180 мың. 3-4 туған сиыр 300 мың сұрап тұр. Сүт тамып тұр, көріңіз обал болды. Ар жағындағы 290 мың. Бұл 2 туған 290 мың. Бұзаусыз екеуде. 3 жасар сиыр әлі тумаған дейді. 350 мың. Породистый сиырлардан 20 литрдан аса береді. 350 мың. Бұзаулы сиырға сауда болып жатыр. 375 мың беріп жатыр қазір. 10 литр бар. Бұзау ұрғашы 3-4 туған. 375 мың сауда болып жатыр. Қазір сатылған сияқты. Танаға 160 мың сұрап жатыр. 160 мың. Бұзаулар, еркек бұзаулар 95 мыңнан сұрап жатыр. Бағанағы 80 мыңға өткен бұзаулар көріңіз, салыстырыңыз. 3 бұқа, 3-өн бірақ алсаң 215 мың болады дейді. Алушылар 200 мың беріп жатыр дәл қазір. Бұзаулы сиыр, в общем, бірінші тума 7-8 литр бар дейді бір сауғанда.
бұзау ұрғашы 420, е? Жем бермеймін, жем берсем ода да көп беремін. Жембен көбірек берем дейді. 420 мың сауда бар, в общем. Мына еркек бұзау 140, арғысы 160 и 150, бәрі еркек. Базарды осымен аяқтаймыз маловодныйда. Ірі қараны жылқыны түсіріп бердім. Қойларды мал базар кезет деген YouTube каналынан көріңіздер. Қазір ссылкасын қойып кетем, соңына дейін көріңіздер. Мына еркек бұзаулар 120 мыңнан алынды. Сау болыңыздар. Рахмет, көргеніңіз үшін рахмет.